Сәлем достар, эфирде оңай English бағдарламасы сендермен мен Данияр. Достар, бүгінгі санымызда біз ағылшын тіліндегі адамды, жануарды, кез келген затты сипаттау үшін қолданылатын ерекше құрылым look plus adjective пен танысамыз. Look plus adjective құрылымы адамның жай күйінде сипаттауы мүмкін, әрі оның сыртқы бейнесі қандай жағдайда екенін де білдіруі мүмкін. Мысалға, she looks tired, ол өте шаршаңқы көрінеді. Екінші сөйлем you look gorgeous, сен өте әдемісің, сен өте әдемі көрініп тұрсың. Немесе сұрақ қойған кезде біз how do I look деген сияқты сөйлем құрастырамыз. Мен қалай көрініп тұрмын. Екінші адам you look fascinating дейді. Сен өте тартымды көрініп тұрсың. Көріп тұрғандарыңыздай біз look plus adjective құрылымы арқылы адамның жай күйін де, оның сыртқы бейнесін де сипаттай аламыз. Look plus adjective құрылымын present simple шағында тұрған look негізгі етістігімен шатастырып алмаған дұрыс болады. Мысалға, Олжас looks at himself in the mirror every morning. Олжас күнде таңертең өзіне қарайды айнадан. Бұл present simple шағында тұрған етістік, look етістігі қарайды деген мағынаны береді. Ал екінші сөйлемнің мағынасы басқа. Олжас looks perfect. Орысша айтқанда Олжас выглядит безупречно. Олжас ешқандай кемшіліксіз көрініп тұр қазір. Көріп тұрғандарыңыздай look plus adjective құрылымы look'тан кейін міндетті түрде сын есімнің болғанын талап етеді. Байқаған болсаңыздар, look plus adjective құрылымы present simple шағында тұр. Ал егер look present simple шағында емес, present continuous шағында тұратын болса, мағыналарында қандай айырмашылық бар? Егер біз you look good деп айтатын болсақ, бұл қарапайым жағдай, сен тамаша көрініп тұрсың, немесе орысша айтқанда ты выглядишь хорошо. Ал present continuous шағында айтып тұрған you are looking good, бұл аурудан енді ғана айыққан, жазылған адамға қатысты айтылуы мүмкін. Сенің көрінісің жаман емес деген мағынада ты выглядишь хорошо. Достар, бүгіндікке осы. Келесі санымызда біз ағылшын тіліндегі басқа да құрылымдар жайлы сөз өрбітетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше